Түлкі, бұғы және қарға. Моңғол ертегісі. Ерте ерседе, ешкі құйрығы келтіде, түлкі бұғы мен қарға бірге өмір сүріпті. Күнде таңертең олар жеміз деп жан-жаққа кетеді де, кешке таман бәрі де қайттан бірге жиналып, бір-біріне қай жерден олжа табуға болатындығын әңгімелеседі. Бірде түлкінің жол болмай қалады. Ол күнімен жеміз деп ештеңе іліктіре алмайды. Әбден қарны ашқан түлкі бұғыға іші күйінеді. Ал бұғы қайда барса да, жеп әбден аты қанып оралады. Түлкі бұғыны өлтірмек. Сөзге құлақ тұршы бұғы, құбыла жақта кең жайылым бар екен білем. Шөбі шүйгін, ерсін со жаққа бар. Сен онда тойына оттайсың, дейді түлкі. Бұғы сен қалады да, ертеңіне жолға шығады. Келе жатады. Сөйтіп, ол қара бидай қалың өскен алқапқа кезігеді. Бірақ көңілдегі ойын жүзеге асыра алмайды. Ол қапқанға түсіп қалады. Кешке таман түлкі мен қарға үйге оралады. Ал бұғы сол бетімен келмей қояды. Қарға алаңдап, біздің бұғы қайда жайылып жүр екен, деп түлкіден сұрайды. Түлкі қарғаға жайылым көрсетеді. Қарға қара бидай алқабына ұшып келсе, қақпанға түскен бұғыны көреді. Қарға тұрып, мен бұл алқаптың иесіне ұшып барып, кегіз үйінің шаңырағына қонамын да, арқаныңды дайында, деп қарқылдаймын. Қария сол сәтте саған жетіп келеді. Ал сен тырп етпей жата бер. Ол өліп қалған екен, сені қақпанынан босатып жібереді. Ал өзі шылмен шегіп қасыңда отырады. Сонда сен атып түрекел де, қалың келгенше заула, дейді бұғыға. Қарға қария тұратын кигіз үйге ұшып келсе, арқаныңды дайында, қақпаның бұғыға түсті, деп қарқылдайды. Қария киіз үйден атып шығып, қара бидай алқабына қарай жүгіре жөнелді. Тамаша бұғының өліп қалған сияқты тырп етпестен жатқанын көреді. Олжа қария қуанып кетеді де қақпанын ашады. Содан соң бетін терін сүртіп, шылым шегіп отырады. Сол сәтте бұғы атып тұрып, зытып отырады. Қария бұрқан-тарқан болып, қақпан қайттан құрайды да, аша қауыздығына ызаланып, үйіне құр қол оралады. Ал түлкі тосып отыра берді. Бұғы мен қарға содан соң қайтып оралмайды. Түлкі алқапқа бармақшы. Болады, бәлкім бұғының ішек қарынын жеп қайтармын, деп дәмеленеді. Сөйтіп қақпанға өзі түседі.